Жаңаөзеннен жеткен ақпар Рахат ауылын сумен толықтай қамтамасыз етуге арналған 3 жылдық ірі жоба соңғы кезеңіне өтті. Қазір құрылыс монтаждау шаралары Мерей шағын ауданында жүргізіліп жатыр. Жұмыстар жыл соңына дейін аяқталуы тиіс. Бұл Жаңаөзен қаласын әлеуметтік экономикалық дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған кешенді жоспарында сәйкес атқарылуда. Рахат ауылын сумен толықтай қамтамасыз етуге арналған 3 жылдық ірі жоба соңғы кезеңіне өтті. Қазіргі таңда 2016 жылдың желтоқсанында аяқталуға тиісті құрылыс монтаждау шаралары Мерей шағын ауданында жүргізіліп отыр. Жұмыстар Жаңаөзен қаласын әлеуметтік экономикалық дамытудың 2012-2020 жылдарға арналған кешенді жоспарына сәйкес атқарылуда. Рахат ауылында толықтай қонып үлгермеген осы Мерей шағын ауданы. 44 көшесі бар. Жаңа мекенге газ, тоқ келіп тұр. Тек қана су құбырлары тартылып, үйлерге жеткізілмеген еді. Ол шаралар да өзінің кезегімен орындалып отыр. Ауыз су бағдарламасы бойынша мына Рахат ауылының Жұлдыз және Мерей шағын аудандарына ауыз су құбырын салып жатырмыз. Республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен қаражаттар бөлінді. Биыл бұл жоба үлкен жоба еді, 2 миллиард 350 миллион құрайтын. Бұл 3 жылға жоспарланды, 2014, 2015, 2016. Биыл енді соңғы жылы, биыл аяқтап, қараша желтоқсан айында қолданысқа береміз деген жоспарымыз бар. Су тартудың құрылыс монтаждау жұмыстарын шағын аудан ішінде 14 телімге бөліп, 5 мердігер мекеме жүргізіп жатыр. Жалпы ұзындығы 60 шақырымға құбыр тартып, тіршілік көзін жыл соңына дейін мерейліктерге жеткізіп беретін болады. Жұмысқа 100-ден аса адам тартылған. Ал жабдықтардың барлығы отандық өнімдер. Сапасы жақсы деп отыр жауаптылар. Қолданып жатқан өнімдеріміз бәрі осы Қазақстаннан шыққан, құбырларымыз Ақтөбеден келген, пластик құбырлар, шебін өзіміздің Маңғыстауымыз шетпеден келіп жатыр. Мына темір бетон бұйымдарымыздың бәрі өзіміздің Ақтау қаласында жібилардан тасылып жатыр. Не айтамыз, биыл мына салу мерзімі ұзақтығы жаңа жылға дейін 6 ай, 7 айда бітіруіміз керек. Енді жоспармен келе жатырмыз. Жоспардан кешігу жоқ. Жалпы Рахат ауылының сумен жабдықтаудың бөлу желілері құрылысы жобасына 2 миллиард 350 миллион теңге қаражат бөлінген. Соның 788 миллион теңгесі аталған Жұлдыз және Мерей шағын аудандарына жұмсалып отыр. Үстіміздегі жылдың соңғы айында осы шағын аудандар жұмысы аяқталса, ауыл толықтай сумен қамтамасыз етілмек. Индира Сатимбаева, Қаршыға Байтөре, жаңалықтар.